Алтынсарин академиясына қош келдіңіздер. Академияның миссиясы білім деңгейі өте жоғары оқушыларды мұғалім болуға ынталандыру арқылы еліміздің білім беру сапасын көтеруге теңіздің тамшысындай болса да өз үлесін қосу. Осы миссияны жүзеге асыру мақсатында 2018 жылы Алтынсарин академиясы қоғамдық қорларымен бірге отырып, Алтынсарин стипендиялық бағдарламасы жобасын іске қосты. Еліміздегі білім саласындағы кез келген жоба белгілі бір мәселені шешуге бағытталған. Біздің жобаның пайда болуына әсер еткен мәселе білім саласындағы жылдар бойы қайталанып келе жатқан адам капиталының даму циклы. Жыл сайын мектеп бітірушілердің ұлттық бірыңғай тестіден жоғары балл алған студенттердің көбі құқықтану, халықаралық қатынастар, экономика, менеджмент, жергілікті және өзін-өзі басқару секілді мамандықтарға түседі. Ал төмен балл алған студенттердің басым көпшілігі өз қалағаннан емес, педагогикалық мамандықтарға грантқа түсу мүмкіншіліктері көп болғандықтан амалсыздан ынта-ақылсыз мұғалім мамандығын таңдап жатады. Сорос Қазақстандық қоры мен Белес талдау және стратегия орталығының 2019 жылы жүргізілген зерттеулеріне сүйенетін болсақ, 4-ші курс студенттердің 26%, магистрант мұғалімдердің 37%, жұмыс істеп жүрген жас мұғалімдердің 20,8% үшін мұғалім мамандығын таңдау негізгі және басым рөлде болған жоқ. Оған педагогикалық мамандықтарға өту балының төмендігі және жұмысқа орналасу кезінде біліктілік талаптарының төмендігі себеп болған. Сонымен қатар 34 жасқа дейінгі жас педагогтардың едәуір бөлігі өз кәсібін қысқа мерзімді мансап ретінде қарастырады. Мысалы, алдағы 5 жылда педагогикалық мамандықтан басқа мамандыққа ауысып кетуді студенттердің 55% және жас мұғалімдердің 25% қалайды екен. PISA 2015 зерттеулерінің нәтижесінде Қазақстандағы мұғалім мамандығына қызығушылықтың деңгейі үлкен мәселе тудырып отыр. 15 жастағы оқушылардың 5,4% ғана ұстаз болуды қалайды. Оның үстіне олардың білім көрсеткіші басқа мамандықтарға барғысы келетін оқушылардың көрсеткішінен 25, 26, 27 балл артта қалады. Яғни бір оқу жылына қалып келеді деген сөз. 2017 жылы еліміздегі жоғарғы оқу орнының бітірушілер арасындағы 36,085-і білім бағыты бойынша мамандық иесі болған. Бұл барлық бітірушілердің 28,4%-і дипломдалған ұстаздар дегенді білдіреді. Алайда мектептердегі мамандардың жетіспеушілігі 5000 маманды құрайды. 2018 жылғы ақпараттық талдау орталығының мәлімдемесіне сәйкес, Қазақстанда мұғалім мамандығының феминизациялануы байқалады. Ұстаздардың 81% әйелдер болса, қалған 19%, яғни 60 мыңға жуығы ғана ерлер. Ал Талис 2018-ге мүше мемлекеттердегі үлес 68%-ді құрайды. Зерттеушілер бұл көрсеткіштің болашақта 3 есе өсетіндігін айтуда. Мұғалім мамандығының жалақысы мен престижі, яғни мәртебесі, ерлерді бұл мамандыққа барудан алыстатады. Өйткені көптеген дәстүрлі отбасыларда ерлер отбасының асыраушысы болғандықтан жоғарғы жалақылы жұмысқа орналасуы қажет. Айта берсек, елімізде білім саласында көзге батарлықтай мәселелер жетерлік. Дегенмен де қазіргі таңда мәселені айтатын емес, оны шешетін азаматтарға мұқтаждық бар. Сол себепті Алтынсарин академиясы еліміздің 8 қаласында атаулы мәселелерді шешуді жүзеге асыруда. Олар Нұр-Сұлтан, Қарағанды, Көкшетау, Петропавл, Қостанай, Павлодар, Семей және Өскемен қалаларында жоғарғы оқу орнында педагогикалық мамандықтарға түскен студенттер арасында Алтынсарин стипендиялық бағдарламасы іріктеу жариялады. Алтынсарин стипендиялық бағдарламасы стипендианттарға 7 бағыт бойынша қосымша білім беруді ұйымдастырады. Бірінші, ASP Courses. Болашақ ұстаздардың тіл білімі деңгейін көтеруге арналған бағыт. Жобаға қатысушы әрбір студент деңгейіне қарай қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде арнайы курстардан өтеді. Бағыттың басты мақсаты болашақ ұстаздың өз пәнін 3 тілде жетік бере алатындай деңгейге жеткізу. Ағылшын тілі бойынша IELTS, CELTA, Delta, TESOL, TOEFL сертификаттарын алу мүмкіндіктерін жасау. Екінші бағыт ASP Readings. Кітап оқымайтын адам ойлаудан қалады деп грек философ айтқандай, ASP жобасы өз студенттеріне жан-жақты және сапалы білімді мұғалім болсын деген ниетпен педагогқа керек деген кітаптардың тізімін жасап шығарды. Тізімде бірнеше ғасырдан бері бестселлер ретінде мойындалған кітаптар мен қазіргі таңда үлкен сұранысқа ие қызықты әрі пайдалы кітаптар да бар. ASP Readings бағыт бойынша кітаптар жеңілден қиынға қарай өсу ретінде дайындалған. Бұл бағытта біздің стипендианттар 3 бағытта кітаптар оқиды. Бірінші, қазақ және әлем әдебиетінен таңдаулы кітаптар. Екінші, ұстаздың кәсіби мамандығы бойынша таңдаулы кітаптар. Үшінші, жеке тұлғалық өсу мен өзін-өзі дамытуға арналған кітаптар, ғылыми көпшілік әдебиеттер. Үшінші бағыт ASP Skills.
Жоба түлектерінің әртүрлі оқушылармен жұмыс істеу кезінде өзінің педагогикалық шеберліктерін айқындау үшін арсеналдарында белгілі бір қабілеттерге ие болу керек деген мақсатта стипендианттарға физикалық, эмоционалдық, академиялық, рухани, әлеуметтік, бейімделу, интеллектуалдық қабілеттерді меңгеруге бағытталған арнайы сабақтар мен активитилерді ұйымдастырады. Төртінші бағыт ASP Practices. Әр курс студентіне таңдаған педагогикалық мамандығына сәйкес кәсіби біліктілігін, оқу-тәрбие процесін арттыру мақсатында практикадан өткізу. Пән мұғалімінің және сынып жетекшісінің қызметін мақсатты түрде орындауға, оқушылармен оқыту, тәрбиелеу жүйесін өткізуге, педагогикалық процесті мұғалім іс-әрекетінің тұтас нысаны ретінде қабылдауға дайындау. Бесінші бағыт Professional Development. Бұл бағыттың мақсаты біз студенттерімізге өз мамандығын жетік меңгеруіне көңіл бөлеміз. Осы бағыт бойынша жұмыс барысында стипендианттар университеттен бөлек аптасына бір рет біздің қосымша курстарымызға қатысады. Айдың соңында өз профессияларына қатысты тест жазатын болады. Алтыншы бағыт ASP Seminar Trainings және өнеге ал. Болашақ мұғалімдер еліміздегі танымал ұстаздар мен білім саласының майталмандарымен, жанашырлармен кездесіп, олардың сан түрлі өмір жолдарымен танысады. Сонымен қатар жоба студенттеріне арнап түсірілген курстарды тыңдап, жеке портфолиосындағы сертификаттар мен дипломдар алуға зор мүмкіндік алады.